Оқиғаның басында біз Сэм есімді мергенмен танысамыз. Ол жемқор мэрді жою тапсырмасын алған адам. Ол жалғыз емес. Оның жанында бақылаушысы және көптен бергі серіктесі Кем бар. Екеуі де бұрын Британияның арнайы жасағында қызмет еткен, ал қазір жеке әскери тапсырмалар әлемінде жұмыс істейді. Нысананың пайда болуын күтіп отырып, олар уақытты өмір, өлім және Құдайдың шынымен бар жоқтығы туралы сөйлесумен өткізеді. Сэм өлімнен кейін ештеңе жоқ деп сенеді, өмір аяқталған кезде бәрі жай ғана тоқтайды деп ойлайды. Кем болса басқаша ойлайды. Ол Құдай бар және өмірден кейін де бір нәрсе күтіп тұр деп сенеді. Әңгіме жеңілірек тақырыпқа ауысады. Кем бірнеше аптадан кейін екеуі үшін Амстердамдағы қонақ үйді алдын ала брондап қойғанын айтады. Ол бірге дұрыс демалыс өткізгісі келеді, әсіресе Амстердамның әйгілі түнгі өмірін көргісі келеді. Сэм тыңдайды, бірақ нақты уәде бермейді. Көп ұзамай олардың нысанасы келеді. Мэрдің кеңсесінің сыртында ашулы азаматтар оның жемқорлығы мен заңсыз қару саудасын біліп, наразылық білдіруде. Бірақ мэр оларды мүлде елемейді, ештеңе болмағандай әйеліне сүйіспеншілік көрсетіп тұрады. Сэм оқ атқанда бәрі жоспар бойынша болмайды. Мэрдің әйелі кездейсоқ оның жағына қарап, инстинктивті түрде күйеуінің алдына тұрып қалады. Бірінші оқ нысанаға тимейді. Кен Сэмге назарын жоғалтпай, қайтадан атуын айтады. Екінші әрекетте Сэм сәтті атады. Мэр өлді, және екі адам бірден қашуға әрекет етеді. Бір ғана шүріппені басудың салдары жақындай бастағанда, олар жасырынуға мәжбүр болады. Сэм мен Кен эвакуация нүктесіне қарай бара жатқанда, мэрдің адамдары оларды қоршап келе жатқанын түсінеді. Басқа амал жоқ болғандықтан, олар қайтадан ғимаратқа кіріп, бірнеше шабуылдаушылармен шайқасады. Ақыры сыртқа шыққанда оларды тағы да жаулар күтіп тұрады. Олар қоршауға алынып, тұтқынға түседі, қашудың жолы жоқ сияқты көрінеді. Полиция мен ФБР бөлімшелері әлі жолда болған кезде, оларды байламақ болған сәтте, Сэм кенет қарсы шабуыл жасайды. Тұтқындаушыларды жеңгеннен кейін, Сэм мен Кен батысқа қарай жүгіріп, қоқыс таситын көлікке секіріп түседі. Бірнеше сәттен кейін полиция мен ФБР келеді, бірақ Сэм мен Кен әлдеқашан кетіп қалған болады. Көп ұзамай олар Англияға қайтып бара жатқан ұшақта болады. Кен Сэмнің мазасыз екенін байқайды. Сэм бұл миссия оны қатты шайқағанын мойындайды, әсіресе ол қателесіп, басқа адамды өлтіре жаздағандықтан. Кен оны тыныштандыруға тырысып, мэр де, оның әйелі де бұған лайық болғанын айтады. Олар кінәсіз адамдар емес еді. Көп ұзамай Сэмге олардың бастығы Тамара хабарласады. Сэм бәрі жоспар бойынша өткенін айтады, бірақ Тамара оның қиналып жүргенін бірден сезеді. Ол бұл оқиға оған қатты әсер еткенін түсінеді, және тіпті психолог жіберуді ұсынады. Сэм бас тартып, бәрі жақсы болатынын және алаңдауға себеп жоқ екенін айтады. Бірнеше сағаттан кейін Сэм мен Кен Англияға келеді. Қоштасар алдында Кен Амстердамға сапарлары 2 аптадан кейін екенін еске салады, өйткені қонақ үй әлдеқашан брондалған. Ол бару-бармау шешімін Сэмнің өзіне қалдырады. Содан кейін олар әртүрлі көлікпен үйлеріне бөліп кетеді. Келесі күндері Сэмнің тыныш, оқшау өмір сүріп жатқаны көрсетіледі. Оның үйі орманның ішінде орналасқан, ол таңертең ағаштардың арасында жүгіріп жүреді. Уақытын ағаш шабу және жабдықтарын күту сияқты қарапайым жұмыстармен өткізеді. Бір күні қаруларын тазалап отырған кезде, оған Тамара қайтадан хабарласады. Ол әдейі оның қоңырауларын елемей жүрген еді. Сол сәтте Сэмнің үйінің жанында кенеттен қасқыр пайда болады. Бұл оны қорғану үшін резеңке оқпен ататын қаруын көтеруге мәжбүр етеді. Жануар оған біраз қарап тұрып, тыныш түрде орманға қайта кетеді. Бірнеше минуттан кейін Тамара қайта-қайта қоңырау шалады. Ашуланған Сэм ақыры жауап береді. Тамара онымен Амстердамда кездескісі келетінін айтады. Қоңыраудан кейін Сэм Амстердамда демалып жатқан Кенді ойлайды. Көп ұзамай Сэм қалаға келеді, онда Кен оны қарсы алады. Кен әзілдеп, оны мэрдің адамдары өлтіріп кетті деп ойлағанын айтады. Қонақ үйге бара жатқанда Кен Тамараның оғанда хабарласып, сол аптада кездесу ұйымдастырғанын айтады. Екеуі де бұл нені білдіретінін түсінеді. Тамара оларға жаңа миссия бермек. Бірақ Кен алдымен 2 күн бойы Амстердамда демалуды талап етеді. Қонақ үйге келгенде менеджер оларды қарсы алып, алдын ала брондалған жоғарғы қабаттағы бөлмеге апарады.
Бөлме өте сәнді болып шығады. Ол кең, қалаға көрінісі бар, тіпті төсегі жібектен жасалған. Сэм таң қалып, Кеннің неге мұндай қымбат бөлме алғанын сұрайды. Кен қонақ үйді олардың бастығы төлегенін айтады. Менеджер перделерді ашпақ болғанда, Сэм оны жабық қалдыруды сұрайды. Менеджер күн батысының әдемі екенін айтса да, Сэм қарсы болады. Ол әлі де сақтықта, мэрдің адамдары оларды бақылап жүр деп алаңдайды. Менеджер кеткеннен кейін, Сэм шындықты айтады. Ол алдағы кездесуде жаңа миссиядан бас тартатынын, өйткені зейнетке шығуға шешім қабылдағанын айтады. Кен қатты ренжиді. Оның үшін Сэм мінсіз серіктес, сондықтан ол мұндай соңғы шешім қабылдамас бұрын жақсылап ойлануын сұрайды. Сэм мэрдің әйелінің өлімі оны әлі де мазалайтынын айтады. Ол тіпті өзі болмаса да, Кен тамаша мерген немесе бақылаушы болып қала алатынына сенеді. Ақырында Кен Сэмнің шешімін құрметтейді. Ол өзі де зейнетке шығу туралы ойлана бастайды. Көп ұзамай бөлмеге екі әйел келіп Кенге массаж. Кен тез жатып, босаңсиды, ал Сэм бас тартып, жанында отырып жай ғана сөйлесуді таңдайды. Сэм әйелдердің аттарын сұрайды. Жасыл көйлек кигені Украинадан келген Лили, ал қызыл көйлек кигені Мексикадан келген Мона. Сэм массаждан бас тартқандықтан, Мона көңіл күйді жеңілдету үшін болашақты болжай алатынын айтады. Сэм ойын ретінде келісіп, жүрегінде не бар екенін оқуға мүмкіндік береді. Сол сәтте, Мона Сэм олардың үшеуінен де ұзақ өмір сүретінін болжайды. Ол сондай-ақ Сэмнің жүрегінің түбінде берік сенімі бар екенін, және шын мәнінде Құдайға сенетінін айтады. Мұны естіген Кен қатты күледі, өйткені Сэм әрдайым Құдайға мүлде сенбейтінін айтып келген. Кейін Кен әзілдеп, егер Монаның нағыз балгерлер сияқты хрусталь шары болса, оған $100 шайпыл беретінін айтады. Олардың таңданысына орай, Мона бірден жүгіріп кетіп, қолына хрусталь шар ұстап қайтып келеді. Бұл Кен мен Сэмді күлдіреді. Біраздан кейін ол бұл шардың жай ғана жалған реквизит екенін мойындайды. Көп ұзамай қонақ үй менеджері әйел қызметкермен бірге тамақ әкеліп келеді. Менеджер тағы да шыны перделерді ашып, түнгі көрініс өте әдемі екенін айтады. Сэм одан дереу жабуды сұрайды, бірақ ештеңе жасалмай тұрып, бөлмеге қарай кенеттен оқ атылады. Иә, мен жақсымын. Оны көріп тұрсың ба? Иә, оңтүстік батыстағы мұнарада. Оқ тоқтады. Маған бер. Барлығы дүрбелеңге түседі, әсіресе Лили мен Мона. Сэм пердені жабу үшін пультке қол созғанда, әйел қызметкер кенеттен оған шабуыл жасайды. Сол сәтте жау мергені кездейсоқ оны атып, шабуыл кезінде өлтіреді. Қатты төбелес басталады. Сэм қонақ үй менеджерін жеңеді, бірақ құлап бара жатып пультті басып кетеді. Соның салдарынан шыны перделер одан әрі ашылып кетеді. Бөлме толық ашылып қалғандықтан, олар шұғыл көмек керек екенін түсінеді. Телефондарын іздей бастайды. Лилидің телефоны ең жақын жерде болады. Кен оны алу үшін өмірін қатерге тігіп, бірнеше рет оқтан әрең қашып құтылады. Сол кезде Лили қорқыныштан орнынан тұрып кетіп, оққа ұрынуға шақ қалады. Сэм оны тыныштандырып, бәрі жақсы болатынын айтады. Ол Кенге бастықтары Тамараға қоңырау шалуды бұйырады, өйткені тек сол ғана көмектесе алады. Қоңырау қосылғанда Кен жағдайды түсіндіріп, олардың мергеннің үздіксіз шабуылы астында екенін айтады. Тамара кімнің бұған батылы жеткенін, және олар кімдерді жойғанын сұрайды. Ол шыдауды бұйырады. 20 минут ішінде оның адамдары келіп, мергенді жоятынын айтады. Бірақ көп ұзамай олар қайтадан шабуылға ұшырайды. Әлі тірі қалған менеджер тағы да шабуыл жасайды. Кен оны қонақ үйден лақтырып жібереді. Бірақ Кен есік артына жасырынғанда мерген оны атып жаралайды. Кен ауыр жараланып, қансырап жатса да тірі қалады. 10 минуттан кейін Тамара қайта қоңырау шалып, енді шығуға қауіпсіз екенін айтады. Сэмге батысқа қарап, оның адамдарының жарық белгісін көру бұйырылады. Белгіні көрген соң, Сэм жеңілдеп қалады. Бірақ дәл сол сәтте Мона сақ болуын ескертеді. Сэм терезеге қараған сәтте кенеттен оқ тиеді. Сол кезде ол мергеннің Тамараның өз адамы екенін түсінеді. Бұл құтқару емес, тұзақ еді. Сэм Тамараның мұны өз ұйымдастырғанын түсінеді, өйткені ол зейнетке шыққысы келген. Тамара оны жоғалтқысы келмеген.
Сонымен қатар ол бөлменің тыңдалғанын және кейіннің де кетуі мүмкін екенін білген. Атыс жалғасады. Лили қорқыныштан жүгіріп шығып, оққа ұшып қаза табады. Енді тек Сэм мен Мона қалады. Пульт сынған, перделер жабылмайды. Тамара барлық жүйені, соның ішінде телефондарды да бақылауда ұстап отырғанын айтады. Сэм камераларды бұзады. Тамара ашуланып, оны тірі жібермейтінін айтады. Тамараның адамдары жақындағанда, Сэм Кеннің қаруын тауып, бір мергенді жояды. Қалғандармен ауыр шайқас басталады. Бір адам Монаны кепілге алады. Сэм берілгендей болып, соңғы сәтте жауды атып өлтіреді. Мона қызының суретін беріп, егер өзі өлсе, қызын асырап алуын өтінеді. Көп ұзамай ол Сэмді құтқарады, бірақ өзі мергеннің оғынан қаза табады. Сэм соңғы мергенді де жояды. Сэм тірі қалғанымен қашып шыға алмайды. Есік құлыптаулы. Кен әлі тірі екенін байқайды. Олар секіру керек екенін түсінеді. Кен жібек матадан қолдан жасалған парашют дайындайды. Сэм балкондағы газ плитасын жарып, дронды жояды. Бірақ Кен қайтыс болады. Сэм Кен жасаған парашютпен секіріп, аман қалады. Бірнеше айдан кейін оқиға Дубайда жалғасады. Тамара телефонмен сөйлесіп отыр. Ол қарсы жағында Сэм екенін білмейді. Сэм оның Дубайда екенін айтады. Тамара қорқып кетеді. Ол дәретханаға кіреді. Сол жерде тазалаушы болып жүрген Сэм оған шабуыл жасайды. Атыс аяқталған соң, Сэм Монаның қызын алып шығады. Ол қызды ресми түрде асырап алған. Оқиғаның түйіні. Егер бастығың саған люкс қонақ үй төлеп берсе, саяхат ұйымдастырса және ешқашан зейнетке шықпауды талап етсе, мүмкін ертерек кетіп, оның нөмірін бұғаттап қойған дұрыс шығар. Видео ұнаған болса достар, арнаға тіркеліп қолдап кетейік.